күллу маруфин садақа. Барлық жақсы іс садақа. Сол жақсылықтың ішіндегі ең жақсысы, ең орындысы қазір екінің бірінің қолынан келеді. Оған көп шығын да керек жоқ. Тіпті ол үшін ақша аласыз, бір сауапсыз бар. Ол, құрметті бауырлар ағайындар, мынау қан өткізу. Қан өткізу қазір көп адамның, мына біздің қарындастарымыз бала босанғанда қан жоғалтады. Елдің ішінде жүрген бір апат жағдайлар болып қан жоғалтады. Адамдардың басқа жағдайларына, ауру кеселдеріне байланысты қан плазмасы жетпейді. Міне сондай кезде адамға тиісті уақытта қан таба алмай өліп кетіп жатқан жағдайлары бар. Мен өзім бірнеше жаназа тәжірибемде болды. Енді адам өлгеннен кейін Алланың ажалымен өледі деші. Бірақ сөйтсе де барып сұраймыз ғой, енді неден болды дегенде, Қажекен қаны сол қан отрицательный, яғни өте сирек кездесетін, мысалы айтайық, төртіншінің жаңа үшіншідегі отрицательный резустары болған қандар сирек кездесетін қан. Бір дәрігерден өзім сұрағанымда, қай қан ең жоқтың қасында тапшы дегенде, маған бір керемет жауап берді. Айтты, қанның бәрі тапшы деді. Қанның бәрі тапшы деді. Сондықтан түсінгенім, қан бізде Қазақстанда, елімізде жетіспейтіндігін түсіндім. Қан орталығына барасыз, сол жерде қанды тамырыңызда өткізіп берсеңіз, айына бір рет өткізсеңіз, мысалы айтайық, жылына 3-4 рет өткізуге болады ер адамға. Қазір денсаулығы бар адам Алла ризалығы үшін қан өткізетін уақыт. Ол сауап, біліңіз. Және ол үшін садақа ақша береді сізге. Сол ақшаны жетім жесірге бересіз. Екінші жағынан сауабы сол. Ал енді ойлаңыз, сіз бір адамға сіздің қаныңыз құйылып, сол арқылы ол өмірден сауапқа кейін жасаса, сіздің қан берген нәтижеңізде өмірі сүріп, сіз сауапқа сол кіріптарсыз. Ал енді ол күнә істесе, оның күнәсіне сіз кіріптар емессіз. Ол өз жауап береді. Сондықтан, құрметті бауырлар, бір қолымыздан келеді ғой, қолымыздан келетін дүние. Осы қолымыздан келетін нәрсені біз жасауымыз керек. Ал енді оны сату, кейбіреулердің қаны, жаңа сирек кездесетін қан, немесе бір аурудан, бір кеселден жазылып шығып, ол жазылып шыққаннан кейінгі сол менің қаным енді анандай керемет қан, немесе мен жаңа бір ақсүйектің қанымын деп, оны сату харам болады. Жалпы қан сату харам, ағзаны сату да харам. Сондықтан, құрметті ағайындар, осы нәрсеге мән беруге шақырамыз. Бұл екінің бірінің қолынан келеді деп айтуға болады. Бұл үшін жаңа айттым ғой, ешқандай қиыншылығы жоқ. Сондықтан Алланың алдында ұлы сауапқа, қияметтің күні сұраламыз бәріміз. Мұсылманның мұсылмандағы 5 ақысы, соның біреу ауырып қиналып жатқан кездегі жағдайын сұрау. Міне сол қиналып жағдайын сұрағандағы сол біздің мұсылмандарға барып қан өткізсеңіз, соған болысқандығыңыз, соның көңілін сұрағандығыңыз, демігіп жатқанға бір дем болғаныңыз, қиналғанға бір жәрдем бергеніңіз болып табылады. Аллах Тағала баршамызға сондай бір қайыр сауап амалды істеуге Алла өзі нәсіп етсін, бауырлар.